Hayırlı kun, hürmetli cemaat. Mine video başında men sizni bir tatar yigitni fotosu bilan tanıştırgan edim. Ani endi unutmasam tamamlaganda anın şigirin bir 4 yılın okup jiberirmin. Şigirin anın. Ol Tatar halkı hakkında yazgan tulысынша мен sizge оқи алмаймын қызғанышқа қаршы. Ол орысша айтмақшы притупляет внимание, а татарша енді иқтибарны сөндіре ме, иқтибарны сөндіре ме, нешіктір енді. Нәрседен башлап кетем деген ем. Мен үйден шығып келгенде ойыма келді. Бізден оқытушы бір мәктәптә мұсылман да түгел, татар да түгел, енді аңладығыз. Милләтін білмеймін мен. Меңа тігі ғайып яқмасындар. Фәлән милләтіні яманлай деп. Біздің ауылда көбісі милләтіні ешіредір. Тек татар біраз ғұрланадыр. Қазақ ешірмейдір. Чүнки көзге ташланадыр. Ан милләті. Қалғанлар мен орысты беріледір. Я мордва болсын, я шуашмы. Көбісінше мордва енді, Украин бигракта. Хатта былтыр жайкыны іштім біреуден. Менің сыныфташ досым, абысы тұра. Біздің әнебіз Винница яғынан де. Мейтім, міне алар не де жұмшақ екен. Тігі мәқкі стиль деп айталар. Мені яманлық айтасы келмей. Абысын мәселен бірсін айтырым, мен білен оқыған ол. Дұрыста енді. Абы жұмшақ ол. Дус болды қанды. Шол біздің татар шетінде тұрғаш, біз ауылынан бізден де мұсылмандар садақалар оздырып, ашқа үйіріп, бір-бірсіне Құран оқып, шына көре менің нешенші сыныфта оқығанды шақ болды. Білмеймін, 8-ші мекен әлі, 9-ші ме. Шында ол характеристика деп айтылар yazған. Мен ол уақытында мәселен шол характеристиканы абыйым мәрхум оқытушы бүтән көрші ауылда военкоматқа інім язал еді. Мен алдым да келешек кітап журналист бұл. Журналистінде бұл журналист бұларға тиішіна көре мен алына шында да әлі қар қойсын ойлап отырмадым. Тұттым да яздым. Көбісі бірісіне ұшады туғанлар шекілі характеристикалар. Бұл қар қойсына емеш айырым yazған. Менге шунсын yazған. Орысша кетірем енді сөзлерім. Семья верующая. Нәрсе деп екен. Семья религиозная. Верующий деп yazған. Біздің әти мархуманы біліп алғаш, көріп алғаш шуны мен қойдадыр. Военкоматқа берділер, бәлкі шул білгенедір характеристиканы. Ашу келді. Өзі шул шақта мулла болып берді ауылда. Қар кіші білдейді ауылда біздің әти мулла екен. Шуна қарамастан ол қорқадыр. Шул бәлкі мен аны ғайыплап айтасым келмей, күлімсірап айтасым келмей. Ол бізді бәлкі көбісін татарын шылай сақлап қалғандыр. Ол қорқу, бұл да қорққандыр енді. Ол уақытта бекалай тыйылмаса да, парторг, қазақ білмейм, ерді ме, көп яшады ол. Шына өзінің ауылына қайтып кетті ол. Менің білән бір сыныфта оқыған ең баласы. Ол бәлкі садаққа қайсы уақытта ергандыр енді. Андай тігі дини болмаса бәйрем, абылай садақаға. Енді міне, кімнің баласы армия кете, кімнің баласы мәктәп тамамлы, кім баласы мәктәпке кете, шондай қазақлар бек юмарт, ашық, шуны қонақшыл, шуны ұзыралар. Шуны енді не, шундай бәйрәмге ол ергендір, дини бәйрәмі құрбан ғайытқа, ораза ғайытына ермегендір. Хатта ол да біліп тұрадыр. Әти шабан болғанда біз бала шақта далада ол бізді кәжелерін, сарықларын бегіректі тұтадыр. Сарықларын бұшлай. Көрдіңіз ме? Парторг. Кішілерін үйреткен парторг.
шул безне хатта қақы жерде машина арттан да, алдан да, оң яқтан да, сол яқтан да көрмейсіңіз, мен ғана көрем енді. Шунарқа ихтибарсыз қайсы сөзлерім, айтқан сөзлерім. Міне шын айтасы келе, ол шондай уақыт болды. Юмшағырақ Сталин шырында динні қысқанлар, а Брежнев шырында екбек қысмады. Аны енді район өзәгінен, мәселен Түстүбе, яғни Солилец деген анан барғанлар бір неше кіші Мәскеуге, анда болды комитет по религиям при совете министров. Рұқсат еткенлер, әлік ол ішләп тұрды, 60-шы елларда ақырында аны бір сәбәп табып, айтканнен бір шақта енді иктап құрмы. Яңғыр сыраға шыққанда бабайларыны арасына бір ызғыш тудырғанлар да, шунасын шул сәбәплі тоқтатып қойғанлар. Мәшітін яуып, дасафқа беріп қойғанлар. Енді соңыдан енді 80-ші еллар башында шул бабай барған, қию, қорқмеші рұқсат бергенлер. Татарстанда көз ташласа қайтасын келе. Шилегани бабай барған, ярты миллион халық Шаллы шәһәрендә яртысы татар. Шунда үлкен яшьтә кешеләрдә күп намаз укый торган мәсәлән. Аны теге Мәскәүдән шалтыратып башта кабул иткәннәр инде. Мәскәүдә яхшы гына хөрмәт иткән булганнар инде үзенә калса. Шул ук Шаллыга шәһәргә шалтыратып беренче секретарьме по идеологияме берәүне җитәкчегә шунда теге головомойка диләр. Кирәген биргәннәр икән. Никсез менә bütün dünya gürlep tura sizin şəhərinizi silep gor 21 vek siz mında məşitlər tüzürgə deyip şunda bizden jitakşiga ləkkan indi mında gördünüz mü двойный стандарты şul aytasım kilə cəmaət şulay dinga yumşaqraq tırdılar ul yaqta karakteristika yazsa anda da karakteristika yazsa korkup turadır ətimine. Аны әти мәрхум бізден әни білән утыралары, икіш білән біз киноға шабабыз клубқа. Ол әти мәрхум, әни де мәрхум енді қызған шақыршалар китапны әти оқып отыра, шында дини вақиғалар түрлі. Анда бірсіде келгенде хайыршемі, бір міскінмі, қатын қызға ол сәудагәрінің халал жифеттейі. Анардан ризық сұраған, bu енді суқырана башлаган, ашулана башлаган, туйдырдылар bu хайыршылар деп, анарға ипи берген де бір кисәк, бір ипиме берген. Шында ағу салған. Bu енді хайыршы әлі ашамаған, аны кеткен, юлға шыққан, шәһәрден шыққан. Неншік енді ол бір ойласаң енді ош, нешік әлі аны қағылмаған. Шуда шәһәрден шыққаш, ерағырақ кеткеш. Карван қаршысына келген. Карван. Шunda карван башы мынарға мөрәҗәгать иткән. Без аш йөрибез юлда ничә көн аш килдек. Сез безгә бер ризыгыгыз юкмы дип сораган монардан. Бу инде хайырчы кеше булса да инде юмарт булган. Ашык күңелле. Бер бөртек шул үзе аштан тилмиреп йөрсә дә, ипи шул берген де қойған шул қаруан башы шун неге жетекшіге. Тігілер енді әзірек хал жиып қайтып кеткенлер. Бұл енді юлын давам еткен. Енді юлда бара-бара қаруан башы вафат болған. Шынки біләсіз бет, бұл ағулы, рызық ағулы. Енді қайда келіп күтші. Тігі ипи берген ханымға, шынки ол қаруан башының халал жефеті. Мен анда нешік халал жефетін айттым еді, қаруан башыяны жетекшілік. Мені айтмасам бір қызық болыр еш ол. Айтқан мейі. Мені шын айтасы келі. Енді ол біздің оқытышы соңыдан мауығы берді енді. Біләсіз мұ қамыр әшімдікілерге қар сөйлесен кімдір
ауылда қарый да, никсіз аны міне кімдір аны де аңларлар деген бұла кім енді аңламас енді уақыт байтақ уақыт өзді енді осы берді ол диннен күлгенге көремі нәрсәмі білмеймін нәрседен жамағат мен аны айтасы келі біздің халық іліктен ілік дini біз білен көп ғұрып ғадаттарыбыз бәйләнішті болды мен әлі ерта біләнмі шындай фикір келген мен аны қатта yazып та қойдым қағазға біздің мәселен кімдір кірадір бір іш біләнмі көршілермі ауылдашмы әлі қоян үйден тоқланып келген ол кіші шай ішесі келмей ипинді ауыз айтасы келмей айтасым келе қозақта мәселен кірсең қозақ халқында шайға отырмасаң ішмасаң наннан ауыз ет деп ипи ашарға ауыз етірге қушалар ішмасам бұл да татарда мәселен бізде әни мәрхум отырды ашады тоқланды жетіштейділер нәрсәмі ол қайсы уақытта ауылдашылар бигірәк та біздің туғандар болса баш тартса әни мәрхум айта өзіңні ризықтан ұлырақ деп санайсың де міне біздің татар халқында іліктен келген шындай дұрыс та ол дүнияда ризықтан ұлырақ бір нәрсе бар ма екен жәнлік дүниясында мәселен адамдар жоқ ризықлар неше алар енді 1000 жыл ілік ризық дүнияға келген мәселен шул ипи күмәш вот шуны айтасым келе бізде гүл шул қонақшылық рухында тәрбиеленген халық болды татар халқы алар бүтән милләтләр көз алдында тырыштылар yüzüne milletibiznin yüzüne kızıl kırmasın deyip. Çünkü bir tatar özün yününü tutmasa avulda türlü millet vekilleri Türk tilinde milletvekili deputat diler bizde tatarda alay. Tugul indi. Şuna göre aytam indi kullanam. Mındı sözlerini milletvekili. O bizni millet vekiller tatarlarda elekten kelgen şu. Türlü gırıv gadetlerde terbiyelengen avulda mesela bir tatarga karab bütün halkka milletibizge avuldağı tatarlarga pişirak atmasınlar deyip kadrin bilip tırışalar ye özlerini kulda tuturga anda bulsa indi tigi men sizge aytam andı cinayet deyip cinayet deyip men mesela cinayet deyip men mesela aytmayım. Anda bulsa da bir tatar hanımı ol indi azgan biraz şu arkasında eri de halal cifette deyip bulmayındı ol. Allar musulman kişisine kelişe bular indi. Şulda hatta tigi nege zindanda oturgan anda qaytkanda da bir şeşekni urlap ketken ol şeşekni bit benim abim marhumның kızı da ketkende şundan aytты. Abim men senin үйіңнен bir şeşekni urlap alıp kettim deyip bir kişegini. Ol şeşek diye urlasan diye yaxşı öse diye. Asıra basan ösmeydi. Şuna göre bu bizden indi tatarda belki şu vardır indi şunday. Gadat. Bir nesesi de yok ayıbı yandı. Şeşek alıp ketken nesesi var o. Senin şeşetin bu tane jerde öse indi. Avul mene şul tige men bilen sınıfta okugan bir hanım indi hazır. Vaqtında külüp aytadır. Medyanlarga ayttım di. Al fayagil ismini Fail deyip ayttım di. Hay primeты deyip ayttım di. Sen anlaymış şundan türmeden urlap alıp qaytsansın әлнәрсә di. Küledir. Яңадан şurada lekti. Нәрсә bu? Ул мәсәлән biraz şunday ne buldu indi. Avulda şulay qaysı vaqtda milletten turmay mesela tigini mını qaysı vaqtda kıstırıp alıp keteler. Biz de avuldan da cinayet dep sanamıylar. Çünkü kimnin mesela yurtunda көп rızık alıp gitse ol
гүнахка санамыйлар бездә ризыкны. Чөнки ризык онда кем белә, сатырга алып китәме ул аны йортыңнан яшереп. Әллә аш йөрим ул. Бездә кайсы бәрәңге утыртты кемдер юк хатта. Инде бик шундый ышанычлы кеше булсалар, алар хатта шул нине дә бәрәңгедә көтеп торалар менә теге. Аларның пенсионерлар, гаиләсе юк. Мәсәлән, инде эшләргә кешеләр юк, инде менә эшчеләр, хезмәткә дан инде әйтсәң була шул. Аларның гаиләсендә, мәсәлән, алар өлкән яшьтә бер әби, пенсияда, мискин. Ул теге көтеп тора. Татарлар кайсы бәрәңге үстерәдер. Менә мин күршедә гел истә аладыр. Татарлар күршедә безнең якта бәрәңге. Казак үстермәде, ит яратадыр алар. Татарда ит яратадыр, но казак итне бигрәк тә яратадыр. Хәзер дә ярата инде татарда. Бәрәңге үстерәде, татар күп ашыйдыр бәрәңгене. Шул бәрәңгене ташлагач, авылдаш бер мәсәлән бер гаилә, алар барып шунда җыядыр. Бәлки татар әбиләр дә булгандыр. Ал күсләгә ташланмады, чөнки аларның бәрәңгесе мулы күбе. Килеп алып китәләр, масак дип әйтәләр. Ул бер кашанда гаипләгән түгел. Инде хурларга ярамый инде. Ул шундый яман түгел инде, шундый бер гадәт булды. Калса мәсәлән, ул теге карбыз мәсәлән, совхоз бакчасын караулыйлар, анда әти мәрхүм ташлыйлар. Bütün avul masak diп җыйнала да бара да җыя. Бу да җыя. Ул кем белә? Үзенә җыямы? Әллә бузауларга шатыргамы, малга шатыргамы? Әллә вак бәрәңгене кемдер җыймый? Без бер елны 33 капшык җыйганык бәрәңгене хатта. Хәзерге бәяләр белән шутлап карагыз. Гаиләбез зур ие. Шул инде. Тагы нәрсә әйтәсе килә. Ул менә җәмәгать татар халкына шул теге гел килешеп торган инде шундый гадәт, кунакчылык. Менә ризыкны алып китсә дә бер гаибе булмаган, ул менә мәсәлән килеп бездә анда тавышлан вермиләр. Бүтән менә авылларда теге казачи станица диләр. Аларда инде менә фәлән урлады дип тотыналар, бездә электән килгән сәүдәгәрләр нәрсә инде алар бер-берсенә андый ачулык тумаган. Менә аларга караганда бәлки күбрәк кунакчылык булгандыр, белмим, әйтәлмим. Мин мәсәлән безнең бабай яшәгән ишан булган ул авылда Леневка дигән, аны 60% татар, 40% урыс, казачи станица дип атаганлар. Ул анда 4 хатыны булган, 16 баласы булган. Шуны соңыннан да ахыргы елларда әбиләр кайсылар сөйлидер, искалып. Советлар союзы булдымы? Без барадыр канда, я Үзбекстаннан Шакира апабыз мәрхүм килеп кунак булып китәдер. Мин хәзрәтнең кызы дип. Без нәнидә шул хәзрәтнең бер хатыннан кызы, бу Шакира апада 4 хатын булгач инде. Шунда гел нитәләр. Ул шул бабайның йорты торган, шунда бүтән бер ханым инде йорт төзгән инде. Шул ушында минем бабайымның, әтиемнең йорты булды дип, шунда ул кунак булып ятадыр. Мин анда газеттә, редакция, район газетында практикада булган чакта килеп чыгадыр шунда. Торадыр. Кунак итәләр. Вот шуны. Инде бу Татарстанга килсәк, мәсәлән, анда да менә ушы Татарстанда менә КамАЗ төзелгән чакта татарлар бик кунакчыл булган, җәмәгать. Хатта сөйлиләр, урысның урысы да, бүтән милләт вәкилләре дә без ди менә ди КамАЗ төзергә килгәндә, Алла тулай тораклар әле җитештермәгәннәр, күбесе теге вагончыкларда торган, менә кайсылар монда авыллар, шул авылларда шул теге татарларда яшәгәннәр. Бик мактыйлар, бик татар апалар кунакчы булалар. Туганнарын кебек кабул иткәннәр безне ди, шулай ди. Хәзер инде бәлки минчә ул инде икенче төрледер, икенче рәвештә ул. Чөнки хәзер капитализм җәмәгать, капитализм инде бик
артық енді қуғынақшылық көзге ташланмай, шундай тәскеле мен Сахалинда болдым. Анда мәселен редакцияда эшләгән урыс партия яркий фирка тұрмышы саясаты бүлігі жетекшісі мүдирі мәселен Емельянов мені үйіне келіп чайға парадыр. Тағы уранда кетіп барабыз. Бір татар шырады. Бізді таныштырды. Шынас кетіп барабыз. Бұл мені үйіне парабы чайға. Меңа бұрылып әйті. Ол да татар, сен де татар. Ник ол сені чайға шақырмады де. Біліп тұра бейді. Танышлар бейттігілер. Достар мы, танышлар ма шында. Еді мен китап кебетінде Южно-Сахалин шақарында тұрған шақта татар сөйләшә татарлар. Сөйләшіп кеттім, алар мені сұраштылар. Мен айтам, мен келдім әне Екатеринбургта практикада мен мәселен Оренбург өлкәсінен өзім шулай. Еме шулай мейділер де қойдылар да, бұрылып кеттілер бұлар. Шәйге де шақырмадылар. Мен бит ол газетта эшлейм, редакцияда. Ол вақытта енді фирка, яғни партия тұрмышы бөлігінде эшләгән журналист енді сізге бит енді урамдағы ұшырашқан бір не дейді шеклендіретін адам түгіл енді. Ризалашасыздар енді. Шунда да әлі қорқып тұрғандар татарлар өзін шулай айтып бір-бірсінен яшіріп татарлығын қорқа нетіп. Міне енді шуны айтасы келе жамағат ол айтқан емтігі татар егітін шығырына қайтабыз. Шунда татар рухы хақында 4 ел шығырын білән мен тамамлайым деп. Міне менім керек жеріме келе башладым. Шуа көре оқып шығасын келе. Ол Раил Гатаулин енді шағир, біздің татар шағиры. Міне шундай юллары бар аны. Рухың қайда сенің татар? Юғалттың мы? Саттың мы? Енді меңа керек ме деп жерге бәріп ваттың мы? Кім іштмәген енді қабатлап айтамайды. Рухың қайда сенің татар? Юғалттың мы? Саттың мы? Енді меңа керек ме деп жерге бәріп ваттың мы? Жамағат міне әр қашада да ғұрланырға керек. Ол тігі милләтшілік түгіл. Бізді советлар шырында милләтшілік әшәкі ол шунды енді әшәкі айбір деп айталар бізді мәселен тәрбиелейлер. Шын татар болсаң, сен арақыға башыңны салмайсың. Шын татар болсаң, үлкенлеріні хүрмәт етесің. Бұтан милләтлеріні хүрмәт етесің. Татулықта яшайсың. Енді тырышасың, ішлейсің. Бізде құмарланып ішлейлер деп айтылар. Татарстанда айтылар мекен, жоқ мекен. Құмарланып де. Шундай міне татар рухы. Еліктен ата-бабаларымыз бір қашанда жеткенмегенлер. Мен шул татарлығынан ғұрурланып, хатта Хусайновларын алығыз, бір туғанлар, Ахмет бай, Махмуд Ғани бай, алар хақында татар халқында түгіл, қазақ қына түгіл, хатта урыс халқы сұқланып сөйлеген. Алар енді тігі Оренбург шақарында мәселен Дом Советов деген шунда бет елік ширкау болған, соборный церковь деген, нәрсәмі храм. Шуның негізіне таш салған, большевиклар ширкауны шартлағанда, хатта аларының тігі динамитлары алалмаған бұл ширкауның негізін. Шундай татар, мықты татар болғаш, аларының тігі негізіндегі ширкауның ташы да шундай мықты болған. Міне неде татар? Муса Жалил алығыз. Неде міне? Шул енді алығыз язушы, енді Куприн Александр Иванович, әнесі татар. Аны Бунин yazған, ол татарлығы білән ғұрланадыр, татар түбәтейін киіп ерейдір еді. Көрдіңіз мәні? Бұтан халық арасына еріп алар, бір де ұялмағанлар.
Ул инде күкрәк сугып, менә түбәтәй киеп, кычкырып йөрергә түгел инде ул. Тормышта үзеңне яхшы яклардан күрсәтергә. Аракыга баш салмыйчы, мавыкмыйчы, мәсәлән, тәмәкегә исең китмиче, кешеләрне хөрмәт итеп, яхшы якларны күрсәтергә. Шул минемчә менә шунда әйтсеннәр, менә бу чын татар икән дип шулай әйтсеннәр. Мин әйтәсе килми ул, менә теге кайсы вакытта митингта чыгалар да кычкыралар нәрсәдер. Ул менә минемчә аның нәтиҗәсе андый бик көчле түгел. Һәр көнне ничек авыр булса да игътибар итсеннәр, шушы кич белән утын яндыра да алтынга әйләнә. Вот. Һәр көнне үзеңнән, милләтеңнән ничек инде абруен төшермим дип, эштә тырышлык күрсәтеп, кешеләргә хөрмәт күрсәтеп, шулай яшәргә кирәк җәмәгать. Бәлки мин шундый фикердә. Сез инде ризалашмасагыз, сезнең хакыгыз бар. Һәр кеше үзенең теге төп кануны бар, ягъни һәр кешенең үзенең бераз әйтсәк, конституция кебек, һәр кайсы үзнеке бар. Кемдәдер бәлки язылгандыр. Аракыны яратырга, тәмәкене яратырга, кешене яратмаска, бәлки кем белә. Алар үзләренең юлы бар. Без аларга берсе әйтәс килми. Кем менә ике юлның алдында тора уйланып, бәлки шуларга безнең киңәшләребез бик урынлы булыр, бик файдалы булыр. Шулай дип ышанабыз сезгә. Исән-сау торыгыз. Уңышлар, бәхет, иң беренче сәламәтлек. Исән-сау торыгыз. Рәхмәт сезгә игътибарыгыз